Сәлем достар, V жаттығуларын орындайтын боламыз. 584 есепте қуаттылығы әртүрлі экскаватордың бір жерді 10 күнде, екіншісі 12 күнде, үшіншісі 15 күнде қазады. Бізде әрқайсысының қанша бөлігін орындайтынын тауып алайық. Біріншісінікі 10-нан 1, екіншісінікі 12-ден 1 болады. Үшіншісінікі 1 бөлінген 15 болса, 15-тен 1 деп аламыз. Бізде енді екіншісі тауып алатынымыз бірігіп жұмыс істесе, демек барлық бөліктерін қосамыз. Сонда 10-нан 1 қосылған 12-ден 1 қосылған 15-тен 1 деп аламыз. Бөлімдері 60-ға келтіреміз. 10-ға 6-дан, 12-ге 5-тен, 15-ке 4-тен береміз. Алымына сонда 6 қосылған 5 қосылған 4 болады. Сонда 60-тан 15 бөлшегі шығады. 60 пен 15 санына қысқарылады. 60-ты 15-ке бөлсек 4. Сонда 4-тен 1 бөлігін қазады екен. Енді үшінші бізде қанша күнде қазатынын тауып аламыз. 1-ді 4-тен 1-ге бөлеміз. Сонда 1 көбейтілген кері саны 1-ден 4, 1 көбейтілген 4 тең 4 күнде қазып шығады екен. Жауабы сонда 4 күнде қазады. 585 есепте бірінші тігінші жұмысты 20 күнде орындайды. Ал екінші тігіншіге осы жұмысты орындау үшін бірінші тігіншінің уақытының 5-тен 3-і қажет. Демек бізде санның бөлігін табу. 20 мен 5 5-ке қысқарылады. 4 пен 3 көбейтілсе 12-ні береді. Сонда екінші тігінші 12 күнде орындайды екен. Енді үшінші тігіншінікін табу үшін 2,2-ден 1 есе артық болса, онда көбейтеміз. 2,2-ден 1-ді бұрыс бөлшекке келтіреміз. 12 мен 2 2-ге бөлінеді. 12-ні бөлсек 6. Сонда алымына 6 мен 5-ті көбейтсек 30. Сонда үшінші тігінші бізде 30 күнде орындайды екен. Бізде 3 тігінші бірігіп қанша бөлігін орындайтын табу үшін біз бірінші әр тігіншінің бөліктерін тауып алуымыз керек. Бірінші тігінші 20-дан 1 бөлігін, екінші тігінші бізде сонда 12-ден 1 бөлігін, үшінші тігінші 30-дан 1 бөлігін орындайды екен. Екіншісінде белгілі, енді барлығын қосып шығайық. 20-дан 1 қосылған 12-ден 1 қосылған 30-дан 1 деп аламыз. Ортақ бөлімі 60-ға келтіреміз. Алымына 3 қосылған 5 қосылған 2 болады. 60-тан 10 шығады. 60 пен 10 10-ға бөлінеді. Сонда 6-дан 1 бөлігін орындайды екен, үшеуі біріксе. Бізде қанша күнде орындайтын табу үшін өнімділігі 1-ге тең деп аламыз. Сонда 1 бөлінген 6-дан 1. 1 көбейтілген 1-ден 6 деп аламыз. 1 көбейтілген 6 шығады. Сонда жауабы үшеуі 6 күнде орындайды екен. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, достарымызға таратуды да ұмытпайық.